Сәлем достар, бүгін сіздерге панофе пай деп аталатын пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызға қант ұнтағымызды осылай електен өткізіп қосып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Жұмыртқаның ақ уызын сары уызынан ажыратып, пирогымызға сары уызын қосатын боламыз. Үстіне ұнымызды електен өткізе отырып қосып, және қамыр қопсытқышымызды да қосып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды таза целлофанға салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қалдырамыз. %33% сливкиімізге қант ұнтағымызды ситодан өткізе отырып қосамыз. Бастапқыда баяу жылдамдықта, сосын жылдамдықты кішкене көбейте отырып, миксермен миксерлейтін боламыз. Массамыз қоюланғанға дейін. Тоңазытқыштағы қамырымызды алып, формамызға осы видеодағыдай етіп жайып аламыз. Және ортасын вилкамен тесіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 160 градуста пісіретін боламыз. Бананымызды дөңгелектеп турап аламыз. Кондитерлік мешокқа насадкамызды салып, басын қырқып, дайын кремімізді құятын боламыз. Дайын болған коржымыздың үстіне вареная сгущенкамызды салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Вареная сгущенканың сапалысын пайдаланғандарыңыз дұрыс. Менде осындай деп фирмасының сгущенкасы. Үстіне банандарымызды осылай бір тегіс етіп қойып шығамыз. Енді үстіне дайындаған кремімізбен осылай әсемдеп шығамыз. Ал мінекей достар, басқа пирогтарға қарағанда дәмі өте ерекше болып шығатын біздің панофе пай деп аталатын пирогымыз дайын.